Барлықтарыңызға сәлем достар. Бұл 14-ші сабақтың үй жұмысының жауаптары болып табылады. Мұқият қарап, үй тапсырмасын тексеріп алыңыздар. Біріншісінде бізде can, can't қолданып, мына сөйлемдерді құруымыз керек болған. Және мына етістіктерді қолдануымыз керек болған. Сонымен біріншісінде бізде you can't park, you can't swim here, you can walk now, you can drink coffee here, you can eat food, you can't listen to the radio here. Дұрыс жауаптар осылай екен, тексеріп алыңыздар паузаға басып. Одан кейінгі келесі тапсырма бізде сөздік қорға байланысты болды. Vocabulary. Мына жерге біз мына етістіктерді жазып шығуымыз керек болды. Суреттерге қарап. Біріншісінде бізде use the internet, екіншісінде take photos, суретке түсіру. Үшіншісінде hear, есту. Төртіншісінде pay by credit card, карточкамен төлеу, change money, stay, drive, come. Осы етістіктер болған екен. Міндетті түрде қазір қарап тексеріп алыңыздар. Одан кейінгі бізде келесі тапсырма listening болды, аудио тапсырма. Бұл жерде бізде can немесе can'ты таңдауымыз керек болған. Мына әрекеттерді істеуге болады, істеуге болмайды. Дұрыс жауаптар осылай түзетіп қарап алыңыздар. Мына сөздерді жазып жаттап алыңыздар деген үміттемін. Видеоны көргеніңізге рахмет. Келесі сабақта кездескенше сау болыңыздар.